Екінші үзінді. Қаныш жетім жиендерін тауып, көңілі сәл орныққанмен әлі де өзіне келе алмай үлкен толғаныс үстінде отыр. Осы қырғынды қолдан ұйымдастырған қужақ Голощекинді атарға оғы жоқ. Ойпыр-ай, не деген қаскүнем, неткен қанішер дейсейші. Қазаққа осыншама өшігетіндей неше атасының құны бар екен, ал Голощекин империяның әдейі жіберген төбеті болсын, соның қасындағы шен-шекпенді қазақтар не бітірген демейсің бе? Голощекин қазақ байларын тәркілеу кезінде өз сыбайластарына былай депті: қазақтың астында сәйгүлік аттар тұрғанда олар біздің саясатымызға пысқырып та қарамайды. Олар толық бағындыру үшін ең алдымен жылқыны құртып, қазақты жаяу қалдыру керек. Сол кезде бастыққа ләббай тақсыр деп отырған жағымпаз қазақтардың бірі: біз байлардан тартып алынған 4 түлік малды қасап қылып, етін ішкі Ресейге өткізіп жатырмыз. Ал жылқыны не істейміз? Орыстар жылқы етін жемейді ғой десе керек. Онда жылқыны сай-сайға иіріңдер де әскер шақырып пулеметпен атқызыңдар, депті Голощекин. Бірақ атылған жылқының еті сасып шіріп, маңайға ауру тарап жүрмес пе екен? Соған да ақылың жетпей ме, ақымақ? Өлген жылқының үстіне қарасын асып өртеңдер. Жағымпаз бұйрықтарды екетпей орындаған ақымақтар өз халқын қорғай алмаса да, тым құрса жылқыны аман сақтап қалсашы. 1928-1929 жылдары қазақ даласына 100 мыңдаған жылқы осылай отқа ұшты. Жалпы Қамбар ата киелі жануар ғой, оның нақақ төгілген қаны мен киесі текерге тес демейсің. Алғашқы нәтиже мынау: миллиондаған қазақ іштер асқа жарымай аштан қырылып жатыр. Үшінші үзінді. Қаныш Имантайұлы Беткейді өскен көк жусанды құшарлана иіскеп, сол арада жантайып біраз жатқанды. Бұл өңірден ауасы да ерекше ғой, шіркін. Қаныш шыр етіп жерге түскенде өкпесін толтырған туыс та қымбат ауа. Мына жердің топырағы қандай құнарлы, көңірсіп жатқан. Қанышқа осы ата-анасының қасынан топырақ бұйырса арманы болмас еді. Өлгеннен кейін осында әкеліп жерлеуді өсиет етсе, билік басындағылар орындай ма екен? Әй, орындамайды ғой. Тірі кезінде ерік бермеген ағайын өлгеннен кейін де бәрін өздері билеп төсейтін шығар. Міне енді өле беруге болады, деді Қаныш Имантайұлы. Ата-ана алдындағы ең соңғы парызын өтеп көлікке отырып жатқанда: қош бол, қасиетті туған жер. Қош, құшағынан тек таланттарды ұшыратын қайран Баянауыл. Енді сен көреміз бе, жоқ па? Машина орнынан қозғалып кетті. Бір кезде бала Қаныштың көбелек қуып жүгірген, тайға мініп жарысқан, қаршыға салып саят құрған жерлері бұлаңдап артта қалып барады. Кітап оқу кезінде қандай сезімде болдыңыз? Шығарма ерекше әсер етті. Көңілім алай-дүлей күйге түсіп, кей жерлерде ашу, қиналыс, үміт пен жігер қатар орын алды. Қаныштың сабыры мен қайсарлығы үлгі, ал оны қорлауға ұмтылған жүйенің қатыгездігі ашуға ерік берді. Адамның рухының мықтылығы мен шындықтың бір күні жеңетініне сенім пайда болды. Бұл кітапты не үшін ұсынар едіңіз? Бұл туынды кез келген жасқа, әсіресе жастарға ұсынар едім. Себебі ол тарихи шындықта бейнелейді және ұлтқа деген сүйіспеншілікті арттырады. Ғылым мен адамгершілік қасиеттері ұлықтайды. Саяси сананы тәрбиелейді. Рухани тазалық пен патриоттық сезімді оятады. Шығарма авторы туралы мәлімет. Қабдеш Жұмаділов 1936 жылы 24 сәуірде Шыңжаң өлкесінің Тарбағатай аймағы Малдыбай ауылында дүниеге келген.
найман тайпасы Төртуыл руынан шыққан. Ауылда бастауыш білім алып, кейін Шәуешек гимназиясын бітіреді. 1956 жылы Қытай үкіметінің жолдамасымен Алматыға келіп, Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуына түсті. Алайда университеттің екінші курсына кейін екі ел арасында саяси жағдайға байланысты кері шақырылып, 1958-1962 жылдардың арасында Қытайда қуғын-сүргінге ұшырайды. 1962 жылы империя шекарасын бұзып өткен қазақ көшімен бірге атамекенге қайтып оралып, Казму дегі аяқталмай қалған оқуын қайта жалғастырып, 1965 жылы бітіріп шықты. Қазақ әдебиеті газетінде 1965-1967 жылдарда, жазушы баспасында 1967-1976, мемлекеттік баспалар комитетінде 1976-1981 жылдары жауапты қызмет атқарды. 1981 жылдан бірыңғай шығармашылық жұмыста. Жазушының әдеби қызметі Шәуешек гимназиясында оқып жүргенде басталған. 1954 жылы Шыңжаң газетінде алғаш өлеңдері жарық көрді. Жамалатты Тырнақалды әңгімесі 1956 жылы Шұғыла журналында басылды. Қабдеш Жұмаділовтің шығармалары шындық пен әділеттіктің жаршысы. Ол ұлттық тарихын, күресін, рухани байлығын көркем тілмен айшықтаған шебер қаламгер.